Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға педагогтардың білімін бағалау, тестілеу бойынша онлайн сабақты оқыту әдістемесі пәнінен бастаймыз. Бүгін бізде осы спецификация бойынша белгіленген мынау дерек көздері бізде. Бұл дерек көздері және қосымша әдебиеттердің барлығы сайтта, тестілеу орталығының сайтында көрсетілген әдебиеттердің барлығы бар. Бұл әдебиеттердің электрондық нұсқасы да берілген. Енді мынау спецификация бойынша біз осы екі тақырыпқа тоқталмақшымыз, яғни оқыту процесі және тәрбие әдістемесінде. Бұның өзі тәрбие әдістемесі екі тақырыпшадан тұрады. Тәрбие әдістері мен тәрбие процесінің негізгі бағыттары, принциптеріне және сонымен бірге оқыту процесі жайында айтамыз. Оқыту процесінің принциптеріне, оқытудың әдістері мен формаларына тоқталатын боламыз. Так, енді бұл жерде біз қазір оқыту процесінің принциптерін тоқталамыз, оқыту әдістері мен формаларына, тәрбие әдістеріне және тәрбие процесінің принциптері мен негізгі бағыттарына тоқталатын боламыз. Так, оқыту принциптері. Оқыту принциптері оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі оқыту үдерісінің принциптері деп атайды. Оқыту енді жалпы принцип бұл латын тілінен алынған, бастапқы қағида, ұстанымдар деген мағынаны білдіреді. Оқыту үдерісінің заңдылықтары оқыту принциптері арқылы жүзеге асады. Мұнда біз неліктен бұны айтып отырмыз? Оқыту үдерісінің заңдылықтары жүзеге асады деп сұрақ қойылса, сіздер сол жерден принциптер деген жауапты таңдауыңыз керек болады. Бұндай да сұрақтар кездесуі мүмкін тест сұрақтарында. Келесі, бұл оқыту принциптері, оқытудың ғылымилығы принципі. Мұнда оқушылар пәндер арқылы ғылымның негіздерін үйренеді. Оқытудың жүйелік принципі, кешенділік принципі, бірізділік принциптері. Бұл оқу пәнінің білімдерін жүйелі түрде беруге, жаңа білімді бұрынғы білімдермен байланыстыра оқытуды, оқыту процесінің ұйымдастырылуы, нәтижесіне жүйелі, нақты бақылау жасау. Оқытудың көрнекілігі принципі. Оқытудың көрнекілігі принципі бұл көрнекіліктер білудің, танудың, ұғынудың басты құралы. Келесі принциптері оқудағы саналылық және белсенділік принциптері, оқытудың түсініктілігі, оқытудың топтық және жеке тәсілдері принципі, және білімді, іскерлікті және дағдыны меңгерудің беріктілік принципі. Мұнда бізде бұл принциптердің барлығының анықтамалары көрсетілген. Ары қарай. Енді осы оқыту принциптеріне байланысты қойылатын мысалдар, тест тапсырмаларына мысалдарды көрсетіп кетейін дегенмін. Оқыту принциптері. Олар көрнекілік, жүйелілік, байланыстылық, жариялылық. Әрине, сіздер білесіздер, оқытудың принциптерінде көрнекілік принципі бар, жүйелілік принципі бар, және бұл жерде бірнеше жауап дұрыс болатын болса, көрнекілік пен жүйелікті таңдайсыздар. Және оқушылар пән арқылы ғылымның негіздерін үйренетін оқыту принципі. Бұл жерге көрнекілік, жүйелілік, ғылымилық және бірізділік деп қойдық. Яғни, бағана біз айтып кеттік, бұл жерде ғылымилық принципі. Ғылымилық принципінде анықтамасы болды, оқушылардың пән арқылы ғылымның негіздерін үйренетін оқыту принципі деп. Білудің, танудың, ұғынудың басты құралы. Бұл жерде оқытудың көрнекілік принципі, оқытудың ғылымилық принципі, жүйелік, бірізділік және кешенділік принципі, оқудағы саналылық пен белсенділік принципі. Яғни, біз жаңа айтып кеттік, оқытудың көрнекілік принципі бұл білудің, танудың, ұғынудың басты құралы деп. Яғни, бұл жерде дұрыс жауап көрнекілік принципі. Бірақ біз оқыту принциптерінің барлығын тізіп жазуы мүмкін тест құрастырушылары. Енді оқыту әдістеріне тоқталайық. Оқыту әдістері бұл
уақыт өткен сайын өзгеріп отыратын және негізгі үш белгісімен, яғни оқыту мақсатын, меңгеру тәсілін, оқыту субъектісінің өзара байланысын сипаттайтын тарихи категория оқыту әдісі дегеніміз. Оқыту әдістерін сіздер білесіздер, бұл сөздік әдістер деп бөлеміз. Сөздік әдістердің өзі баяндау әдісі, әңгіме әдісі, кітаппен жұмыс. Көрнекілік әдістер деп айтамыз оқыту әдістерінде. Яғни мұнда бейне әдістер, демонстрация әдістері және машықтық әдістер. Мұнда жаттығулар, лабораториялық жұмыстар, ситуациялық әдістер. Құрметті әріптестер, енді мұнда біз осында біздегі дерек көздерінде көрсетілген әдебиеттерді айтып кеттік жаңа, сол әдебиеттерден ғана алынып отыр. Мынау бүгінгі беріліп отырған онлайн сабақтың мазмұны. Сол әдебиеттерде осы әдістер, осы оқытудың принциптері, әдістері түгел сол әдебиеттерде бар. Алып оқуларыңызға болады, тағы да қосымша қарауларыңызға. Енді машықтық әдістерін жаңа айттық, жаттығулар, лабораториялық жұмыстар және ситуациялық әдістер. Тағы да сонымен бірге оқыту әдістерін айтатын болсақ, Сингвейн әдісінде айтылады, және ақыл картасы әдісі, генерациялау әдісі, инсценизация әдісі, кейс-стади әдісі, миға шабуыл әдісі. Бұл әдістерді де қосымша қарасаңыздар болады. Бұл әдістер бағдарламалап оқыту әдісі. Бұл әдістерде осы берілген дерек көздерінде көрсетілген. Бұлардың да анықтамасы бар. Берілген тест құрастырушылары бұларды да пайдалануы мүмкін. Енді мұнда болатын тест тапсырмаларына мысалдар кездесетін оқыту әдістеріне байланысты. Бұл әдіс шығармашылық қалыптан тыс деп аталады. Бұл ситуациялық әдіс, машықтық әдістері, лабораториялық әдіс және миға шабуыл әдісі. Бұл жерде біз екі әдісті бір-біріне ұқсатып беруі мүмкін тест құрастырушылары. Осыған да кішкене назар аударсаңыздар болады. Ситуациялық әдіспенен миға шабуыл әдісі, себебі шығармашылық қалыптан тыс деп көрсетіліп тұр. Бұл негізінде бұл жердегі дұрыс жауап ситуациялық әдіс. Келесі, оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәжірибе сабақтарында тексеріледі. Мұнда машықтық әдіс, теориялық әдіс, эмпирикалық әдіс және баяндау әдісі. Мұнда да жаңағыдай сіздерді шатастыру мақсатында берілуі мүмкін. Бұнда машықтық әдісі дұрыс жауабы, ал сіздер білесіздер педагогика курсынан танымдық іс-әрекет тәжірибе деген кезде эмпирикалық әдісті де ойлап қалуларыңыз мүмкін. Бұл жерде екі әдісті осылай ұқсастырып беруі мүмкін. Сондықтан мұқият болу керек. Жаңағы дерек көздерінде көрсетіледі, барлығының анықтамалары бар. Енді оқыту формаларына тоқталатын болсақ, оқыту формалары, яғни оқыту түрі. Бұл әдіспен амалға, құралдарға, оқушылардың іс-әрекетіне тәуелді болады. Оқытудың түрі, оқыту процесінің құрылымын, мұғалім қызметі, белгілі бір оқу материалын игеру барысында оқушының оқу іс-әрекетін басқару және оқу тәсілдерін меңгерумен сабақтас. Енді оқытуды ұйымдастырудың түрлері негізінен былай жіктеледі. Бұлар жеке оқытудың түрі бар, яғни бір ғана оқушымен жұмыс істейді. Жеке жұптық әдісі. Мұнда оқушымен, мұғалім оқушымен қарым-қатынасы, қазіргі жағдайда оқушымен қарым-қатынас жеке оқушының әзірлік процесіндегі қызметімен айқындалады. Және өзара бірлесіп оқыту. Яғни мұнда аталған оқыту жүйесі Англияда пайда болған, атауы Бе-Ланкастер жүйесі деп аталады. Саралап оқыту. Оқытудың бұл түрі оқушылардың қабілетіне қарай өтіледі. Мангейм жүйесі деп аталады. Және американдық Винетка жоспар, Трампы жоспар. Және тағы да басқа түрлері бар. Жеке топтық топ мектепте жұмыс істейді. Бірақ бір мектепте оқылатын оқушылардың жасы әр шамадан құрайтын топ болады. Бұл енді
оқытудың бұл түрі бұрын болған орта ғасыр мектептерінде қолданылған. Бірақ бұны сіздерге не үшін айтып отырмыз? Бұл жаңағы біз көрсеткен дерек көздерінде бұл оқытудың түрлерін атап кеткен екен. Сондықтан да ескертіп айтайын деп отырмын, бұл сұрақтар болуы мүмкін сіздерге. Сондықтан да бұл сұрақ болмайды деп қарастырмай кетуге болмайды. Әрбір оқыту формалар сіздерге спецификация берілді ғой. Спецификациядағы жаңа сайтта тұр, сол жерден алып қарасаңыздар, тақырыптар, сол тақырыптар бойынша ғана сұрақтар құрастырылады. Одан ешқайда ауытқымайды сұрақтар. Келесі, мынау бұл сұрақта неде оқыту формасы ретінде көрсетілген екен. Берілген дерек көздерінде бригадалық оқыту тапсырманы бригада алады деп жаңағы 20 ғасырдың 20 жылдарына тән бұл оқытудың түрі. Бірақ жаңа дерек көзінде көрсетілгеннен кейін бұндай да сұрақ болып қалуы мүмкін деп мен сіздерге айтып отырмын. Енді келесі тақырып бізде тәрбие әдістері. Тәрбие әдістерін жіктеу бұл жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері, мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері, және бұл тәрбие әдістерінің әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз енді. Яғни бұнда жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне. Мұнда түсіндіру, баяндау, сендіру, насихат, этикалық әңгіме, үлгі көрсету. Келесі іс-әрекетті ұйымдастыру. Яғни іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жаттығу, педагогикалық талап қою, тәрбиелік ситуация, рольдік ойындар, іскерлік ойындар жатады. Келесі мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Мұнда жарыс, мадақтау, жазалау әдістері. Сіздерде бұған байланысты да сұрақтар болуы мүмкін. Яғни жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне қандай әдістер жатады деп сұрақ құрастырылуы мүмкін. Немесе мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістеріне қандай әдістер жатады деп қойылуы мүмкін. Енді тәрбие түрлеріне тоқталатын болсақ, қазір тест тапсырмаларына мысалдар бар. Тәрбие түрлері: ақыл-ой тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі, құқықтық тәрбие, азаматтық тәрбие, экологиялық тәрбие, еңбек тәрбиесі, экономикалық тәрбие. Енді тест тапсырмаларына мысалдарға тоқталайық. Мұнда жаңа айтып кеткенімдей, жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне жатады. Сендіру әдісі, мадақтау әдісі, жаттығу әдісі және тапсырма. Бұл жерде жаңа біз жіктегенде көрсеттік, жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне жатады. Бұл сендіру әдісі. Келесі тәрбие түрлері. Тәрбие түрлері азаматтық, теориялық, мадақтау және көрнекілік. Ол сіздерге белгілі тәрбие түрлері, тәрбиенің түрлері, яғни бұл азаматтық тәрбие. Құрметті әріптестер, бүгінге біздің айтайын дегеніміз осы. Екі тақырып бойынша ғана біз сіздерге тест мысалдарын көрсетсек дегенбіз, және тәрбие әдістері мен оқыту әдістерінің оқыту принциптеріне тоқталдық және тәрбие түрлеріне тоқталдық.